Сәлем достар! Сіздермен бірге Пазлар арнасы. Мен есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Сіздер TikTok'та көп бір түрлі видеоларды көрген шығарсыз. Өзінше лайфхак сияқты видеолар. Енді бүгін достар біз сондай лайфхактардың біреуін тексеретін боламыз. Алдымен көрейік, ол видеода не болады. Енді мына видеоға келетін болсақ, мына жерде бір адам арбузды алып, ішіне оны мангал сияқты қолданды. Білмеймін, ондай шын мүмкін бе? Мүмкін емес па, немесе бұл өтірік па? Ондай қазір TikTok'та өте көп. Сондықтан дәл қазір біз соны тексерейік. Бірақ тексерместен бұрын не істейік? Обязательно TikTok'тағы битбокс бар. Короче, біз осы видеоны түсіру үшін арнайы көкке шықтық. Міне осындай арбуз ба? Дәл қазір пікірге жаза кетіңізші. Сіз қалай айтасыз? Қарбыз, дарбыз, немесе арбуз? Негізі лайфхакты оңай деп айта аламыз, бірақ дегенмен оның істеуі біраз уақыт кетеді. Бізге міне алдын айтып кеткендей қарбыз керек болады, мынандай сосискалар керек болады, және уголь керек болады. Ең біріншіден бізге қарбызды ортасынан кесіп, ішін тазалап шығу керек. Қараш, қай жерден кесем? Тура ортасынан кесейін бе? Мангал жаққа кішкене көбірек қалдырайын ба? Менің ойымша мангал жаққа кішкене көбірек қалдырайын ба? Достар, лайықты зат қой. Видеода байқадың ба сен? Ішіндегін полностью тазалап тастайды. Мына жерде бір жерден нені тесік жасайды, мынандай домалақ тесік. Сол тесіктен горелкамен угольдардың, шоқтардың бәрін жандырады. Дәмін бір көрейік. Былай. Дауысын естіп тұрсыңдар ма? Опа. Онша тәтті емес. Тәтті болмаса да, дегенмен көкте жегеннен кейін тәтті болып тұрады ғой, кез келген нәрсе. Қараш, тура видеодағы сияқты, алдындағы видеодағы сияқты тап-таза аппақ болады. Енді қазір нан істеп болғаннан кейін нан ішіне біз фольга саламыз. Бізде как всегда косяктар. Менде ме, Әділде ме? Сенде ме, менде ме? Екеумізде де. Екеумізде де ме? Екеумізде. Камераның артына тығылып отырсың. Блин, қалай фольганы ұмытып кеткен, білмеймін. Бірінші фейл, сразу бірінші фейл. Менде осындай пабықтағы сияқты сумкам барды. Походтарға алам өзімнен. Ішінде не деген нәрсе жоқ. Енді осыны влажный салфеткамен кептіреміз. Лайфхактың үстінде лайфхак болайын деп тұр ғой. Негізі мына жерде фольга бізге білесің бе не үшін керек? Ол ішіндегі ыстық ұстап тұрады. Нормально кешті. Болады ғой жем бар ғой. Қараш, кептеші. Кішкене тазалап жері керек, бірақ кепті. Лайфхакты тексеретін болсақ, фольгасыз істелінсе, онда бұл лайфхак точно жұмыс істейді. Бір шетінен жасайық па, ортасынан жасайық па, бірақ ортасынан жасайық, наверное. Домалақ қылып жасасам, онша емес болып қалады менде. Так. Кесіленді. Қараңыз, горелканы мына жерден кіргіземіз ғой. Тура мына жерде бізде шоқтар жатады. Короче, нормально бәрі, нормально. Біз көрген видеода ана жерде арбузға огурец ножка сияқты тығып қойды, білмеймін, что-то. Менің ойымша кішкене ысырапшылық. Шынымды айтайын, мен ондай ножканы істей алмаймын, өйткені ол менде біріншіден сынып қалады, екіншіден ол ысырапшылық. Сол себептен біз осындай разборный полканы алдық. Конструктор өзіміз істедік, иә. Міне осылай кіргіземін бәрін. И осының үстіне біз қарбызды қоятын боламыз, міне. Біз болкамыз кішкентай болып қалды. Тұра. Тупить етіп тұрмын, былай қойсам емес. Так. Қараш, кәдімгі мангал болып тұр, Так, сосиска мына жерге, уголь мына жерге. Біз мынандайды, короче, мынау біздің мангалға реально үлкен. Сол себептен біз былай қойып қоямыз мынаны.
Бізде мангал дайын, шоқтарымыз дайын. Енді жандырамыз. Шынымды айтсам, мен ұқпаймын. Не себептен тесік мына жерге жасады? Былай істей салса болады ғой. Негізі бар ғой. Мен басында ойлаған бұл онша емес идея деп. Бірақ қазір ойлап отырсам, иә, мысалы көкке шықтыңдар, сізде қарбыз бар, сізде ет бар, иә, кішкене, сосиска немесе мысалы. Таза кәдімгі дайын мангал ғой. Қараш. Ауыр темір мангалды алуға керек жоқ. Қызу бар. Енді біз не істейміз? Енді мына сосискамызды салайық ішіне. Не осындай сосискаларымыз. Так. Міне қойдық. Біреу, екеу. Короче, мангал жұмыс істейді. Бірақ дегенмен бізде бір ошибка болып қалды. Прогрев жасаған кезде, мына сеткамен бірге прогрев жасау керек еді. Сонда сразу сетка қызулы болып тұрушы еді. Енді мен сетканы да қыздырып жатырмын, және сосискаларды қыздырып жатырмын. Бірақ байқасақ, сосискамыз қуырылды. Енді аударайық. Міне біздің сосискаларымызды 4-ші деңгейдегі ажоктар болып қалды. Бірақ қуырылғанға емес, ажокқа ұқсайды шынында. Басқа видеоларымызда біздің Puzzle Life арнамызда осы соусты біз қолданғанбыз. Мына жерде көрсеңіз болады. Сол енді қазір соны қосайық. Мына қараш, кәдімгі қуырылып жатыр, иә? Опа. Али, ұмытпа, бұл өте ащы, сондықтан азырақтамыз. Осымызды мына жерге етейік. Жамбыр. Короче, мангалды біз қазір навестің астына әкетеміз. Асты қуырылып жатыр. Прям кәдімгідей мангал жақсы. Мангал істейді. Мынаны әділ екінші шетіне тағы жағайын ба? Соусты керек жоқ. Жоқ, керек жоқ. Тым ащы болып кетеді. Мына бульдог соус өте ащы, сол себептен, иә, бір жағынан ғана жағайық. Так. Міне, қараңдар. Тема бір арбузбен, шоқпен и сосискамен осындай пикник тема, иә. Шынымды айтсам, этажды үйде тұрсаңыз, осындай мангалды балконда істесе де болады. Шын түтін жоқ. Ең бастысы, анандай арнайы брикеттарды алу керек. Осында чисто шоқ болып тұратын, түтін демейтін. 80 даже қазір отырмыз, ешқандай 1 грамм түтін жоқ. Бізде бүгін достар бірнеше фейл болды, бірақ соның өзінде мынау обалденный шын. Кәдімгідей сосиска ішсен до того қуырылып жатыр, ішіне май ағып жатыр ғой. Дәлі қазір пікір алаңға достар жаза кетіңіз, келесі жолы осы арнада дәлі қандай рецепттерді тексерейік, немесе қандай керемет тағамдарды дайындап көрейік, жазып кетіңіз, ал біз дәмін көрейік қыз қалайша. Давай, мен нан алайын, сен андағын ал. Міне қараңыз достар. Міне. Кәдімгідей сосиска болып қалды. Бісміллә. Не деген дәмді. Мынау шын бірінші осындай бір тексерген лайфхактардың бірі тағамдармен байланысты. И сразу осылай керемет. Негізі біз бірнеше осындай TikTok-тағы, Instagram-дағы видеолар тексеріп көрдік. Көбі онша емес. Мынау шын мәнінде лайфхак. Бүгінгі видео Али екеумізге өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнады деген ойдамыз. Ондай болса, міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, және қызыл төмендегі подписаться батырмасына осылай басыңыз. Міндетті түрде әдемі пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Біз барлығын оқимыз, достар. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Али. Бүгінге осы Puzzle'ға жазыл.